Биыл қазақтың көрнекті жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Дүкенбай Досжанның туғанына 80 жыл толып отыр. Дүкенбай Досжан 1942 жылы 9 қыркүйекте Қызылорда облысындағы Жаңақорған ауданының Құланшы ауылында туған. Дүкенбай Досжан Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Парасат, құрмет ордендарының иегері, Түркістан қаласының және бірнеше аудандардың құрметті азаматы. Қазақ сөз өнерінің ірі өкілі болған қаламгер Дүкенбай Досжанның еңбекқор, қарапайым, аяулы бейнесі ел есінде сақталады. Қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылған үздік шығармалары оқырмандарымен бірге жасай береді. Жазушының тілі бай, шығармаларының тақырыбы сан алуан, көркемдігі келісті болып келетіндігіне оның кез келген туындысын оқыған оқырманның көзі анық жетері сөзсіз. Олай болса сіздерге Дүкенбай Досжанның Іңкәр өмір, Жан құмары, Абай айнасы, Екі дүние есігі, Келіншек асуы атты шығармаларын оқуға кеңес береміз.